Бота кассир. Буба сен официант. Мен де официант болам. Администрация. В общем, примерно қанша деп ойлайсың? 150-60. Біз конкретно 100-150 сатады. Сен ше? Где-то так, 100. Шаурма фудтың именно осы точкасы қанша донер күнде сатады екен? Көреміз қазір. Сұраймыз. Конфиденциально болмаса айтады. Күніне қанша донер сатасыздар? Очень много қанша ол? 500. Өтірік емес па? Жоқ, өтіп жатыр, күшті өтіп жатыр маңында. Қайсы именно? Именно сырный көп өтеді бізде. Ол сырный емес, ол банан шаурма. Да, солай айтыңыз историяда банан. Менде мынандай ұсыныс болып тұр. Сіз сенесіз ба, егер де мен ертең осы жерге тұрсам, мен сіздерден көп сатам. Бір күнде. Сіз сенесіз ба аға? Нет, не верю. Сенбеймін. Құрметті астаналықтар, ертең сағат түскі 12-ден бастап Сарайшық 5 адресінде шаурма фудта сіздерді күтеміз. Біз осында жұмыс істейтін боламыз ертең. Бота кассир болады, Буба официант болады, мен де официант боламын, Бека повар болады, Айдос администратор болады. Барлығымыз осы жерде боламыз. Келіңіздер. Астанада бұрын сонды болмаған шаурманың сатылымын жасайықшы. Ешкім жасамаған әлі. Потологын сатып тастайық. Құрметті ата-аналар, мына жерге балаларыңызбен келсеңіздер болады. Себебі мына жерде игровой бар. Балаларыңызды ойнатып, өздеріңіз от души мынандай жаңадан шыққан шаурманың дәмін татсаңыздар болады. 24-7 осында боламыз. Түсте босамай жатсаңыздар, кешке келіңіздер, кешке босамай жатсаңыздар, түнде келіңіздер. Барлықтарыңыз күтеміз. Және де бізден келіп шаурма алған әр оқырманды видеоға түсіріп сторисқа саламыз. Барлықтарыңыз күтеміз. Сарайшық 5 адресі, Астана қаласы. Астанадағы достарына жіберіңдер, ертең келіңдер, бізден шаурма сатып алып жеңдер. Соны мен мамам сияқты тура айналып келген жоға. Бүгін біз үйге қонақ шақырып жатырмыз. Буба жүріп өтірік пысықсып. Мына мантварканы қараңдарсайшы. Мына іште буба сыйып кетеді. Тұршы. Мына мантварка же бүкіл ЖК-ға жетеді мына ішінде тамақ. В общем, қонақтарымыз сағат 7-ге шақырғанбыз. Сағат 11 болды. Непунктуальный қонақтарымыз кім екенін қазір көресіңдер. Мына жақта бізге кім келді қонаққа? Ё-моя. Ботаның туған ағасы Әлішер. Айтам, Ислам. Қош келдің. Бір шет келіп жатыр бізге. Мына 2 күн ұйықтамаған, в общем, түрін қараңдар. Стол барлығы дайын тұр. Бірақ чисто қонақтарымыз жетіспей тұр. Осы чоколад апай харам дейді? Мынаны да харам деп айтады. Дышать етсең де харам ғой. Жон. Не күнде жаңа көреміз? Мы любим друг друга каждый день по-новому. Қайтаңыз, сұрсana. Қолын күйдіресің, қойшы өзі пысықсымай. Бір сағаттың ішінде істетсек ғана бәрі полностью. Менің ботаммен ешкім ойнамасын, ұқтыңдар ма? Мен анандай жаринды жақсы көремін, еще. Сейчас почему ты мне не говоришь вообще, чего ты любишь? Я тебя люблю. Біздің кешіп келген бауырларымызды осылай күтіп алмасақ болмайды екен. Қонаққа шақырды, кешікті бойымнаулар, қайда жүр екен біздің тәтті бауырлар. Қайда шынар, баса 7-ге шақырған еді. Мына неме әкелдіңдер, бізге сары бердің ба? Саған SF-тің сары шаурмалары. Ё-моё. Мына Талғат әкелген қара, ё-моё. Кажется, рожки қайнап күйім. Жігіттер, ертең келіңдер, осылай продавец болуын. Ертең шаурма сатам, полный отчет салам ғой, қанша донер сатқанымыз бәрін. Не болды? Құрметті оқырмандар, ертең SF-қа келіңіздер. Сарайшық 5 адресі, Астана қаласы. Достарын бірге алып келіңдер. Донер жеп қайтыңдар енді. Ертең тамақ ішпей, мененге бардуши. Ботаның шайы үшін тәтті шай ма? Неме дейді бұны? Келін шайы, Каспирет тоже принимается, ребят. Бота кола оятсыз. Үйде тегем. бұйыртса барлықтарын бір бастарын екеуі болып осылай біз сияқты бұйыртса осындай жерде әйелдермен отырыңдар иншалла. Айдос бізге ертерек жату керек, сағат болса 12-ден кетті. Ертең жұмыс қызып тұр. Ей, бет ажарға миллион салған Акимиш қанша салады екен қазір? Ё, что? Ставка кім көтереді достар? Дардас коллекшн, ё-моё, 33.033. Айдос қалсам екен осындай орайда. 15-мыңнан болып тұр ғой екеуі. Ай, десей? 11-мыңнан болып. Норма бауырымыз, беймо екеу қосылса да болады. Ой, мұн жағы қалай болып жатыр? Мұндағы 5 теңгені сөзден қалай болады екен? О-майы. Сен натури ма? Досым қайтарылмайды.
Ё-моё, 30 мың. 5 мың. Монтажмен пет жағын тұрсын. Ту! Доллар ғой, төмен доллар. Төмен жүреді. Тоже визамен жүреді, доллар. Мына екеуі бір нені скриншот жасап көрсетіп тұр. Ё-моё. Мен де шығармайшы, достар. Бұлар 24 сағатта 500 шаурма сатады екен. Ну, көп екен ғой. Мен хочу новый рекорд қойып тастауға. 24 сағатта мен көбірек сатам. Чотан? 501 дейді. ертең қай күні өзі айтпақшы аптаның Иә. күні байланысты ғой біледі. Аға, ертең отвечаю, сіздерден көп сатам, 501 штук сатам ертең. 601 сатам онда. Мен почему-то рецептті донер болғанша мен істеулі жүрмін. Чотам донер қалай екен? Мына қызылы ашты. Админнің аты Арухан екен. Менің атым Олжасхан. Сосын сізді қарап бастадым. Қызық болып кетті маған. Әдемі кетіп жатыр негізі қазақша контент жасап. Көбісіне орысша түсіреді ғой енді олар. Қазақша контентпен әдемі кетіп жатыр қазір. Любой бизнесті Қазақстанда қазақтар көтереді. Сол ешқашан ұмытпау керек. Ертең келіп біздің қолымыздан донер алған оқырмандардың әрқайсысын видеоға түсірем, қолдауларына рахметті білдірем. И мына залды полный толтырып тастайықшы бәріміз. Мне кажется, толы прям сыртқа дейін, далаға дейін адам толып тұрады сияқты. Сен қалай ойлайсың? Мен де солай. Ертең сағат 12-ден бастап келіп очередь алып, донерға бірінші заказ беріп, видеоларымызға түсіп, біздің қолдауды білдіріп, в общем, ұзақ болам мұнда. Ертең Астанада ешқандай бизнес, ешқандай донерка, ешқандай шаурма сататын жер сатпағандай шаурма сатып тастайықшы. Оны істей аламыз ба, қалай ойлайсыңдар? Потом Бека полный сақалын бәрін жауып алды. Бота кассир. Бота сен жұмысың мына жақта. ойбай. Буба, сен официант. Мен де официант болам. Мына залды полный толтырыңдаршы ертең. Айдос, сен кім боласың? Администрация. Тірлік. Мен ертең бүйтіп ішінде жүремін, бүйтіп қарап. Қыздар, ұлдар, астаналықтар ертең ешқайдан тамақ ішпей, бізден келіп шаурма алып кетіңдерші, адушинан. Шаурма фуд 24-те жетті. Сарайшық 5 адресінде барлықтарыңды күтеміз енді. Аға әпкелер, балаларыңызбен бірге келіп шаурма жеп кетіңіздер. Міне осы жер, ана жерден кіресіздер. Сендердің қолдауларына сеніп тұрмыз енді. Өзіме көп алып қойдым негізі. Бастыққа басқаша қылып айтқам, мен көп сатып беремін деп. Енді сөзімде тұрмын керек. Әрі келген шаурма алған оқырманды видеоға түсіріп, сторисіме салатын боламын. Мына видеоны достарына жіберіңдер. Достарымен бірге келіңдер. Кім бар Астанада, в общем. Ертең мынаның ішін толтырып тастаңдаршы. Адамдар очередьқа тұрсыншы, пожалуйста. Келеді деп ойлайсың ба өзің? Келе ма? Сендер ше? Келеді, по-любому келеді. 1000 адам келеді ғой. Болады жаным. Ертең мұнда кел жарай ма? Уайымдап отырмын негізі ше, келмей қала ма деп.